келсең да Акен Алмазбековтың қатысасың да бұйырса. Sen келгеннен кейін. Konkursga katılmıştım. Konkursқа қатыспайсың ба? Қакенің алтынға немене? Жақсы болып келді. Дағы сөйлешеміз, жақсы. Молодец, давай. Ырыларыңды тоқтатпа, сен де білесің де қандай өйделі көрсің, қандай биікке шыққансың. Давай. Вот, смотрите, вот какая красота вот отсюда. Вот снизу, смотрите, все видно отсюда. Все видно, смотрите. Вон дорога. Вот, смотрите, какая красота. Ой, природа просто шикарная. Это юг нашей страны, Баткенская область, я еще раз уточню. Вот. Давайте эту сторону покажу. Вот. Да, такая красота, вон, смотрите, низко. Спускаются, люди поднимаются по ступенькам. Вот. Нужно мне до сюда тартып қойып, поехали. Смотрите, какая тут красота. Ух ты. Вот. Все видно. Вот, смотрите, прогуляться можно. Вон туда же до горы можно прогуляться. Ох, смотрите. Это вот мы оттуда, видите, я вам показывала, когда мы заходили, вон оттуда заходили. А сейчас мы потом вот по ступеньке поднимались вверх. Поднялись вот так вот, поднялись вверх. И вот прошли вот сюда, поднялись. Вот, теперь покажу вот так вот Манас. Так вот красота. Вот наша группа экскурсионная. Вот, друзья, присели отдохнуть. Вот видите, наша группа. И нам вот рассказывают о Манасе Урду. И
Сейчас надо стихи читать. Bravo. Вот видите, какой, друзья, мостик. Вот через этот мостик прошли. Сейчас покажу отсюда. Смотрите, какая красота здесь. Вот, смотрите, ух ты. Там вот. О, какая красота. Вот, смотрите, вот это. Ух ты. Вон залезли. Вот. Друзья, сегодня вот третий день. Мы начали сегодня вечер своей поэзии. Наша цель была приехать вот открытие наших книг поэтических. Вот. Изображение. İşçilerin katılımcıları, ardaktı konuklar, жалпы ұшып бейшара қатысқан сөздің жаңағы шебер ұстаздары, ұстаздары мен сіздерге Қырғыз Республикасының президентінің Бақытжан Сағынтаевтың өкілінің чоң саламын жолдаймын. Шындығында бүгінгі іс-шара kişi olmanın maalesef çok işareti verilen ben az önce oturanın kelken kanıtlı bölümümüz olmuşsanız başka olursanız kendilerine hürmetli Rabbim şöyle sağlığında gecelerinde oturup vaktin gelmiş görüşlerse Efendimiz'e şöyle oturan bizim ulusda 38 çıkarına çalışıyor. Жазуучулар акынды багытта иш алып жаткан кишилер чындыгында силер ушунчалык нерсек ушунчалык баягы адамдын түп-түбүнүн баардык нерсени сезе билген кишилер деп түшүнөт.
мен бір есіме барлығымызға оқығанбыз Пушкиндің алтын балық деген алтын балықты оқығанда артық түсінеміз осындай сабыр қылған райымды жақсы көрген кең образын зерделеуші. Көрсе Пушкин өзінің шығармасымен тақыр башқа нәрсені айтқысы келген. Көрсе ошол Абышханның сөзді жоғары қойғандығы, Абышханның шыдамдылығын бергісі келген. Мен бұл сөзбен айтқым келіп, сіздердің өзіңіздің қаламыңыздан жазылған шығармалар, ол шын адамның жүректен түпкірінен шыққан ойлар бар. Барлық сөзінде түгеліп жашағым келсе, кітап жазады. Мына сіздердің жазып жатқан ошол түпкірінен шыққан ұсыныстар жоғары ойлардың орғыштар кітап бетіне, қағаз бетіне түсіріп жатқан шығармаңыздар бұл біз үшін өте бай жеткіз байлықта. Қылымдар бойы соғыстар болды, имараттар болды, өнім өсу болды, көп жүргізіліп қалды, бірақ осыншалы жоғарғы жазылған шығармалар азыркы чейин келет. Азыркы чейин маңызын жоғып қой келет. И мындан кейін да жоғалмайсы біздің адамзаттың қатынап қалды. Сіздердің қылыватқан еңбегіңіздер соғысшылық дегенде емес, сіздер өзіңіздің антыңыздардан чоң істерін жазып жатырсыздар. Бұл үшін барлығы ошол шығармашылығына тәзім, ama biz ecemizden keldik, uyuşturavuzlarına bütün çalışmalarken bir isterseniz özümüzde çıkarmasılarımız bizim için kurban uşunların varlığında, uşunday çıkarmalar cihazı olmadığına, uşunday kişiler uyuşturmaklandığına Batkenge жеткенде шаарнайларга ошол филологиялык багыттагы өзүнүн кесиби бар эжелерди агайларды мындан тышкары Баткен мамлекеттик университетинин окутуучуларын чакырып атабыз. Мен ойлойм көп иш чарабыз дагы жайлап жеткилер деген ойлоймун. Ушул жерден пайдаланып поэзия ордосумуз жөн-жөн китеп менен таанышып чыгып окуп чыктым. Бир топ жумуштар жүргүзүлдү, аракеттер жасалды, ошолорду жасаган жүргүзгөн Кларежа башталган ушул фонда уюмунан Рача Чылдырелер ишиңизге ийгилик болсо дегеле сөзүн чеберчиликте сөз тап сүйлөштөргө кыйын экен. Ошого сиздердин кишилердин Işlerin açılışı, poeziya odasının barınızda bayramınızdan için yürekten kutlayalım. İşinizlerge gelip çıkarmacılıkta iyi kalan barınızda. Bunlar da sizlerge bizim Batken Oğlası'nın sayayetinde Mayram Manasa degen ejekemiz var. Ошол ejekeni мындай адам бир жаралат кылымда деген окуйм. Кайрылыктары жүрөк козгоп жаңылган, какен жазган, биз ырдаган чагылган, келет дале эл ичинде ырдалып, азыр гана төрөлгөндөй жаңыдан. Керемет ыр, жипары белең баланын, ырданууда өчүрбөстөн ыранын, чоң энелер байличеге ырдашат, эске кошол гүлдүп турган булагын. Арманы деп 13 жашар баланын, канча балдар тирүү жетим калганын, жазган ошол жан кейиткен көйгөйдү, зар какшаган топ балдардын арманы. Айта берсе, ар бир жазган ырында, боюгу бар өчпөй турчу тылында, кышын жазын өңөчпөгөн акчадай, мындай адам бир жаралат кылымда. Belirli örgüsarlı örgüsüne hoş geldiniz. Bizim ayıp degenimiz işin çalışan Batken cepkesinde uşunday çoğun işçara yürütmenler bizim özümüzden yerimiz,
тарыхыбыз боюнча мактанып, сыймыктанып айтып кетпесек болсо керек. Биз негизи эле мына көргөзмөнү уюштурганыбыздын себеби мына көч башында Молдонияз Молдонияз атабыз Баткен областынын Канамбердине караштуу Кызыл Булак айылында жакыныбек келген. Биринчи жолу кол менен жазып, бизге дастандарын, санаттарын калтырган бул жазуучу. Бул жазуучуну эскерип кетпесек болбойт. Биздин темабыз ошондой, өмүрүбүздөн өтүп кетсе, элге экени эскерилет. Негизи адамдын артынан калтырган эмгеги өчпөйт. Ошондуктан Молдониязга быйыл 8 жыл болуп атат. Бул кишини биз өтө Баткендин сыймылы, урматтуу инсаны деп баалайбыз. Мындай инсандарыбыз Баткен келгенде таланттууларга бай. Ушундай эле жаратылышыбыз өтө кооз, кайтаныбыз, жерибиз берекелүү, элибиз тынчпейт, баатыр дегендей ушундай жазуучулардын катары да көз өтүп кеткен биздин Мырзапарчы агабыз анын фонддо сакталып турат. Негизги китепкана маалымат борбору болуп эсептелет экен. Бизде